Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы байдың қызы бірінші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнайды және қызықты болады деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, және де подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Бір үйде жата беріп ішім пысып кетті ғой. Мен бай емеспін бе? Неге үйде жатырмын? Ақшам бар, жетеді. Енді мен байдың қызымын ғой. Жақсы, қарнымды ашып кетті. Қазір бір жерге қыдырып қайтатын шығармын. Бірінші үйден тамақ ішіп алайын. Тамақ ішіп алайын ба, или кафеден ішейін бе? Бірақ мен бай емеспін бе? Бірақ қоя берші, үйден іше салайын. Кафенің тамақтары ұнамайды маған. Онша емес қой Алматының кафесі. Ладно, мен кеттім. Жақсы, ендеше маған ас болсын. Анашым звондап жатыр ғой. Жақсы, ендеше алайын, әйтпесе тағы да ұрсып жүрер. Алло, анашым, қалайсыз? Жақсы, қызым, өзің қалайсың? Барлығы жақсы ма? Жағдайың барлығы жетіп жатыр ма? Ақша аударайық па? Үйде отыра беріп бір ішім пысып кетті. Қазір қыдырып қайтайын деп жатырмын. Енді мен бай емеспін бе деймін да? Жақсы, если ақша керек болып жатса, бізге айт. Әкең екеуміз аударып жібереміз. Иә, аударып жібересіздер ғой. Айтармын өзім ақша біткенде. Иә, болыпты, сау болыңда. Сол ақшаң бар ма деп сұрайын дегем ғой. Аха, жақсы. Менде барлығы жетеді. Жақсы, ендеше мен тезірек барайын, етпесе жабылып қалар. Мен қандай киім кисем болады екен, шкафтан көрейінші. Киімдерім де аз ғой. Бір не кисем болады екен. Мынаны киейін бе? Немесе мынаны киейін. Осыны кигім келіп тұр. Вау, әдем жарасты ғой, дерзкая болып тұрмын ғой мен. Жақсы, ендеше мен боянып алайын. Так, ең алдымен менің косметикаларым. Бірінші помада жағып алайық. И пудра. Так, бетімізде жағып алайық. Көп қатты жақпай қояйық, өйткені бетіміз деген жаман болып кетер. И так, тағы да не жағамыз? Мынау лак па? Лак жақпаймын, тұра берсін. И вот осылай боянайын. И потом мынаны сеуіп алайын, осы тоқиды. Так, и болды, мен осылай шыға беремін. Мен енді боянбасам да өте сұлу қызбын ғой. Жақсы, ендеше мен кеттім. Саламатсыз ба, апай? Менің кім екенімді білетін шығарсыз. Мен баймын ғой. Сол себепті сізге VIP клиент келіп тұр. Иә, жақсы, айта беріңіз. Бізде ондай болмайды. Бай, кедей дегенде бізге барлығы жақсы адамдар. Сол себепті де сіз бізге VIP клиент емессіз. Иә, не керек айта беріңіз. Өзіңізді олай, яғни көтеріліп, мақтанбай-ақ қойыңыз. Жақсы ма? Ендеше не аласыз, тезірек айтыңыз. Ой, артыша, неге мен қасыма келіп алдың? Бір сусын берші, тағы да бір жейтін зат алам ба десем. Алмаймын ешнәрсе, саған да бір ақша берем ба десем. Жоқ, ақша болды ма саған? Сіздің ақшаңыз маған керек емес. Я, бопты. Мінеки сіздің сусыңыз. Сол болш, сенің қасыңа тұрғым келіп тұрған жоқ, осы жерде отыра берейін. Бір жыныма тиді ғой. Соншама маған дауыс көтерген нес. Бір жақсы көңіл күймен келсем. Нервматип. Сәлеметсіз бе, ханым? Сіздей сұлуды қаншайымды кім ренжітіп жүр екен?
Мен шынымен де сұлумын ба? Иә, сіз өте сұлусыз. Және де бай екеніңіз көрініп тұр. Рахмет, иә баймын. Кім көңіл күйіңізді құртып жүр, айтыңыз. Мен ақ сол жанды, яғни быт-шыт ұстайын. Ой, жоқ, керек емес. Жақсы, сізді фотоға түсіріп алайын, өте әдемі, сұлу екенсіз. Жақсы. Мінекей телефоным. Аха. Ендеше әдемі көңіл күйде болып тұрыңыз. Ой, менің көңіл күйім де көтерілмейді, настроениямды құртты ғой. Жақсы, ендеше көңіл күйіңіз көтеріліп тұрғанда фотоға түсіремін. Аха, сізге көп рахмет, настроениямды кішкене көтердіңіз. Сол себепті картаңызға ақша аударып жіберейін. Сіздей адамдар көп болса екен деймін. Рахмет, әкеңіз жазып бере салайын. Сәлем бәріңе. Қалайсың, сұлу жігіт? Фу, қасында қандай қыз жүр? Қап-қара чикари қыз жүр ғой. Фу, блин, так. Сенен жиіркеніп кеттім. Ей, құршары, менде нең бар сенің? Мен өзім білем. Құрары, менің түрімнің нарлымна. Ей, сөзіңді дұрыстап жаттабай келші. Нормально десе, кішкене. Сөзге де тілің келмейді. Сен кетші, неге менің қарындасыма тиісіп жатсың? Қарындасың ба? Ой, кешірім сұраймын. Просто бойларың бірдей екен. Ол сенің қызың деп ойлап қалдым. Кешіріңдер. Жынды ма мынау? Жақсы, оған көңіл күйіңді түсірме, қарындасым. Туф, шаршап кеттім ғой, паркада барсам, нормально адамдар жоқ. Енді Алматыдан көшетін шығарым. Себебі нормально, яғни қыдыратын саябақ жоқ қой. Кафеде жоқ. Шаршап кеттім. Үйге бір, яғни менің айтқанымды істейтін адам жалдаймын ба? Сондайлар бар шығар енді Алматыда. Так, көрейін.